Мен сізбен по-русски сөйлеуім керек. Начинается. Мінеке, Молкомға мен бірнеше рет келгем башларына Галицкая. Не мешайте работать. Қазақша айтыңыз. Мінеке, қараңыздар. Я не понимаю. Не понимаю по-русски? По-английски. По-английски? А вы что, нацист? Мінеке, Галицкая деген қайтадан бізде. Чем вы провоцируете людей? Провоцирую, потому что в Казахстане говорю на казахском языке. Что, милицию У меня вызвать, да? соседи все казахи, и вот такие дети все по-русски говорят. Дети, казахи, все по-русски говорят. Она обязана, согласно закону о правах потребителей, она обязана. Она говорит, он начинается, никакого казахского языка, говорите по-русски. Было по-русски, говорите по-русски. Мінеке, Галицкая қайтадан қаншама рет мен бастықтарына шықтым. Түк те істемейді. Анда бастықтары да шовинистар, нацисттар отырған болу керек. Мен солай ойлаймын. Қазақша айтыңызшы. Қазақша айтыңызшы. Қазақша айтыңызшы. Мен сізден зат алдым. Мінеке, қараңыздар, Галицкая молоко дейді. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде қызмет көрсетіп, националистка в Казахстане по-казахски говорить и по-казахски обслуживание требовать. Вы о чем говорите? Знаете, русские все националисты, друзья, весь свет националисты, по вашей логике. Анан қараң, мінеке, осындай бізде нацисттар, басқаша айта алмаймын енді, толып жатыр. Мінеке, мынау жуықта, тура жуықта, мында дәріхана болған, мен ана жолы түсіріп алғам. Сол дәріхана, ол да қазақша қызмет көрсетеді. Мынау мінеке, народный, мы открылись. Тек қана орыс тілінде. Мінеке, мынау айтады, я русский, говорите по-русски дейді. Жаңа түсін көрдіңіздер ғой. Нацист-нацисттың үстінде отыр. Мінеке, кус переехал в отдел бакалея. Уважаемые покупатели, салаты, конфеты, барлығы. Сонда қыздарынан сұрадым, администратор қайда деп. Администратор дейді, жоқ, қазір сенбі дейді. Сіз немне нетесіз дейді, орыстар сатып алған дейді, орыстар қазақшаны жолатпай отыр дейді. Шынымен де солай болып отырған шығар, мінеке, қараңыздар. Осындай масқара бізде керекуде, Байқанов енді жолатпайды ғой қазақ тілін. Вот солай жолатпай, дәл жаңа ашылған нелер, мынандай заң жоқ дейді, жаңағы сатушы айтады. Заң жоқ дейді, мен сізге қазақша қызмет көрсеткендей. Мінеке. Сол сөз жоқ.